Сәлем достар, менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналдан сіздер тарихи білім аласыздар, БЖВ, ТЖВ талдауларын білетін боласыздар. Сондықтан менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, сондай-ақ достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі өтетін сабағымыз Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. Капитализм дегеніміз не? Капитализм бұл қоғамдық құрылыс, бұнда завод, фабрика, өнеркәсіп орындары құрал жабдықтары менен буржуазияның қолында болады. Ал сол өндіріс орындарында капитал иелеріне жұмыс күшін сатып, сол үшін азғандай еңбек ақы алатындар жұмысшылар деп аталынады. 19 ғасырдың екінші жартысында Ресей империясы Қазақстанды жаулап алғаннан кейін осы Қазақстан жерінде де капиталистік қатынастар тарала бастады. Сондай-ақ Ресей империясы ұлан байтақ жерді иеленіп, өзінің өнеркәсібі үшін шикізат көздеріне арзан жұмысшы қолына және өндірілген өнім түрлерін өткізетін рынокқа қол жеткізді. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан жері табиғи шикізатқа, кен орындарына аса бай ел. Міне осы табиғи шикізатты көптеп тасып кету үшін Ресей мемлекеті барлық жағдайды жасады. Біз сол туралы айтатын боламыз. Ресей капиталистері мен шетел капиталистері Қазақстанның байлығын иелену үшін өздерінің капиталын жанталаса салды. Орталық Қазақстан негізінен тас көмір кеніне бай болды. Осы орталық Қазақстандағы Қарағанды көмір кенін 1833 жылы Әппақ Байжанов деген бала ашса, ал орталық Қазақстандағы мынау Екібастұз көмірі менен Майқайың полиметалл кен орындарын бұл Қосым Пішенбаев деген ашты. Қосым Пішенбаев бұл Деров деген миллионер көпеске жалданып жұмыс істейтін, кен көзін іздеуші және маркшейдер болып жұмыс істеген. 19 ғасырдың 40-шы жылдарында Ушаков, Рязанов деген көпестер қазақтардан Қарағанды кен орындарын, Успенскі мыс кеніштерін, Жезқазған мен Спасско-Воскресенскі мыс кеніштерін өте арзан бағаға сатып алды. Мысалы, қазақ байлары Жезқазғанды 100 сомға, ал Қарағанды көмірін 255 сом бағаға сатып жіберді. Ал 20-шы ғасырдың басында тау-кен кәсіпорындарының басым бөлігі шетелдік кәсіпкерлердің қолына көшті. Себебі орыс кәсіпкерлерінің жеткілікті тәжірибесі де болған жоқ, заманауи техникалық құралдары да болған жоқ. Мысалы, Лондонда Спасско мыс кен орындарының акционерлік қоғамы құрылып, бұл қоғам орыс көпестерінен мыс кеніштерін сатып алумен айналысты. Ал бұл Спасско мыс кен орындарының акцияларын Англияның, Францияның, ақш-тың, Германияның, Швецияның, Испанияның кәсіпкерлері сатып алды. Тұз өндіру Батыс Қазақстанның Басқұншақ, Елтон, Елек кәсіпшіліктерінде, сондай-ақ солтүстік шығыста Коряков көлдерінде өндірілді. Бұларда өндірілген тұз негізінен батыс пен шығыс Сібірге, сондай-ақ Об өзеніндегі балық шаруашылығына жөнелтіліп отырды. Батыста, оның ішінде Доссор мен Жем өзенінің бойында мұнайды өндіре бастады көп мөлшерде. Бұл мұнайды өндіру ең алдыменен ағылшындардың қолында болды. Шетелдік компаниялар орасан зор көлемде пайда тапты. Біріншіден, олармен бақталас бәсекелестер болған жоқ. Екіншіден, жергілікті қазақ халқын арзан жұмыс қолы ретінде пайдаланды. Үшіншіден, ағылшындар мұнай көздерін барлау және өнім өндіру кезінде елеулі жеңілдіктерге ие болды. Төртіншіден, батыс елдерінің банктерінен тиімді түрде несие алды. Осы себептен шетелдік компаниялар тез арада байып алды. Қазақстанда өндірілген шикізатты өз еліне жеткізу өте қиын болды. Мысалы, Ташкенттен шыққан түйе керуені Орынборға 100 күн дегенде әрең жетті. Мұндай жағдай сауда-саттық пен өнеркәсіптің дамуына кедергі келтірді. Сондықтан Ресей үкіметі Қазақстанда теміржол салуды да қолға алды. 19 ғасырдың екінші жартысында теміржол магистралы салынды. Мысалы, 1891-1893 жылдары Покровская, Слобода, Орал теміржол желісі тартылды. Ал 1894 жылдан бастап Челябі мен Омбы арасында теміржол қатынасы орнады.
1901 және 1905 жылдардың аралығында Орынбор-Ташкент темір жолын салынды. Бұның жалпы ұзындығы 2090 км болды. Оның 1660 км Қазақстанның үстімен өтетін болды. Осы темір жолда 40 мыңға жуық қазақ қатынасты. Маусымдық жұмыстарда істегендердің көпшілігі кейін темір жол бойында жұмысқа орналасып, қазақтың кәсіби жұмысшыларының қатарын қалыптастырды. Жергілікті жерде өнеркәсіптің дамуына байланысты қазақтардың ішінде жұмысшы табы қалыптасты. Жұмысшы табы негізінен кедейленіп қайыршы халге түскен көшпелі қазақтар менен қоныс аударып келген орыс шаруалары есебінен толықты. Негізінен қазақ жұмысшыларының негізгі шоғырланған жері бұл кен өнеркәсібі болды. Бірақ кен өнеркәсібіндегі жаңағы жұмысшылардың жағдайы өте нашар болды. Жалақы өте төмен болды, еңбек жағдайының ауыр болды, әлеуметтік теңсіздікке ұшырады. Кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі сақталмады. Тіпті ол туралы сөз айтуде мүмкін болмады. Жұмыс күнінің ұзақтығы мұнай кәсіпшіліктерінде 12 сағат, алтын өндіретін кен орындарында 10-12 сағатқа созылды. Тау-кен өнеркәсібінің тез дамуының нәтижесінде оларда жұмыс істейтін жұмысшылардың саны жетіспеді. Сондықтан әйелдер мен балалардың да еңбегін пайдаланды. Бірақ әйелдер мен балаларға еңбекақыны ер адамға төленетін еңбекақыдан жартысынан да аз төлейтін болды. Фабрика заводтарда қазақ жұмысшыларын ашықтан ашық кемсітіп, дискриминация жасады. Дискриминация деген бұл адамды кемсіту, оның құқығын шектеу, әлеуметтік қорлау болып табылды. Сондай-ақ қазақ жұмысшыларына еңбекақыны кейде сол завод фабриканың иесінің дүкендерінен алуды мәжбүрледі. Ал ол дүкендерде сроғы өтіп кеткен, шіріп атырған нашар товарларды алуға мәжбүр етті. Міне сөйтіп Қазақстанда капиталистік қатынастар дамығанмен, завод фабрикалар салынғанменен олар Қазақстан үшін қызмет еткен жоқ, басқа ел, яғни Ресей империясының өнеркәсібі үшін, экономикасы үшін қызмет етті. Достар, мен сіздерге капиталистік қатынастар туралы сабағымды аяқтадым. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып, міндетті түрде комментарий жазыңыздар, маған мотивация беріп қойыңыздар. Видеоны достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.